Қыздар, бүгін қар ұшқыны бәлішін жасаймыз. Атына сай, өте жұмсақ, жеңіл және ауызға салсаңыз еріп кетеді. Ол үшін бізге жылы сүт, ерітілген сары май, қант, ашытқы, бір жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Үстіне ұнды қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз қолымызға жабысатындай өте жұмсақ болып шығады. 2 данаға бөліп, бір данасына 2 қасық какаоны қосып біріктіреміз. Келесіде 2 қамырымызды жылы жерге бетін жауып, 1 сағат мөлшерге көтерілуге қоямыз. Неге қыздар, біздің қамырымыз өте жақсы болып көтерілді. Келесіде 4 бөлікке бөліп аламыз. 4 бөлігін жайып, осылай ортасына қалауыңызша начинка қолдансаңыз болады. Шоколад болмаса, мен сияқты корица мен қантты араластырып, ортасына салып шықсаңыз болады. Келесіде видеода көрсетілгендей 16 қар ұшқынын жасап, оларды біріктіру қажет. 1 жұмыртқаның сарысына 1 ас қасық сүтті қосып, бәлішіміздің бетіне жақсылап жағып шығастыр. Алдын ала қызған 180 градуста пешке 35-40 минутке пісіріп аламыз. Қыздар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте жұмсақ, әрі дәмді болып шығады. Менің парақшамнан осындай жеңіл рецепттер таба аласыздар. Маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.